Әрбір отбасының тарихы бір ғасырға татитын өмір кітабы. Бүгін біз сондай бір ерекше кітаптың парақтарын бірге ашамыз. Бұл біздің асыл ата-анамыз, ата-әжеміздің шежіресі, өмір жолы мен рухани мұрасы жайлы естелік. Зайдулла Махамбетұлы 1925 жылы 23 ақпанда Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Новоказанка ауылында дүниеге келген. Қызылқұрт Соба руынан, бай ұлы кіші жүз. Отбасындағы жалғыз ұл, қарындасы Жамилә. Әкесі Махамбет сымбатты, мейірімді, ағаш пен темір ұстасы, арабша сауатты, Құран жолымен өмір сүрген жан. Анасы Жамал даналығы, мейірімі мен сұлулығымен есте қалған. Шамшия Исмағұл қызы 1925 жылы 27 желтоқсанда Батыс Қазақстан облысы Жаңғали ауданы Новоказанка ауылында дүниеге келген. Байбақты қырықтық руынан бай ұлы кіші жүз. Отбасындағы үлкен қыз болған. Әкесі Исмағұл Мұқанұлы, анасы Камария Ихсан қызы. Сіңлілері Гүлпар, Мәриям, Майра. Інісі Ғалиасқар. Исмағұл ата сауатты, бірнеше шетел тілін меңгерген ауылдық кеңестің төрағасы. Камария әже мейірімді, еңбекқор, қазақ фольклорының білгірі. Атанамыз үлкен бір әулеттің алтын діңгегі. Бүгінде олардың өмірі мен махаббатынан тараған ұрпақ бәріміздің мақтанышымыз. Олардың шаңырағынан 6 бала, 9 немере, 12 шөбере және 2 шөпшек тарады. Бұл олардың адалдығы мен тәрбиесінің жемісі. Атанамыз бір ауылда өсіп, жастайынан таныс болды. Анамыздың әкесі әкемізді адал, еңбекқор, тәртіпті жігіт ретінде жоғары бағалаған. Әкеміз анамызға гүл мен тәтті сыйлап, ілтипат көрсетіп жүретін. Бұл анамыздың жүрегіне жол тапқан сәттер еді. 1946 жылы олар шаңырақ көтеріп бір-біріне тірек, өмірлік серік болды. Әкеміздің қызметіне байланысты талай ауданға қоныс аударып жүрсе де, әрдайым бір-біріне сүйеніп, бірге өмір сүріп, отбасы құндылықтарын берік ұстанды. Балалар ер жетіп, отбасы нығайды. Атанамыз бізді сүйіспеншілікке, еңбек пен білімге баулыды. Адал, мейірімді болуды ісімен үйретті. Өйіміз әрдайым туған туыстарға, көрші қолаң мен дос жаранға ашық болды. Қонақжай шаңырақта ән мен күлкі үзілмейтін. Дастархан басында жылы сөз бен шынайы әңгіме өрілетін. Демалыс күндері олар үшін ерекше сәттер болатын. Асықпай, табиғаттың үнсіздігін тыңдап, өмірдің қарапайым сұлулығына тамсанып отыратын. Сол бір жайдары сәттер бүгінде біз үшін баға жетпес естеліктерге айналды. Олар отбасының ғана емес, тұтас әулеттің тірегі бола білді. Дәстүр мен жылылықты ұрпаққа аманат етіп қалдырған асыл жандар еді. Әкеміз еңбек жолын 15 жасында ауылдық кеңесте бастайды. Ұлы отан соғысы жылдары 16 жасында тылда елге қызмет етеді. 1946 жылы Алматыдағы заң мектебінің сырттай бөліміне түсіп, оқумен қатар жұмыс істейді. 1948-1951 жылдары Шеңгерлау ауданы прокурорының көмекшісі және Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының аға тергеушісі болады. 1949-50 жылдары КСРО прокуратурасының
Ленинградтағы курстарын үздік аяқтайды. 1954 жылы Тайпақ ауданының прокуроры болып тағайындалады. 1957 жылы КСРО бас прокуроры Руденконың бұйрығымен первый класс юрист шені беріледі. 1959 жылы Саратов заң институтын сырттай аяқтап, Орал қаласының прокуроры қызметін атқарады. 60 жылдардың соңында милиция саласына ауысып, 1970 жылы Қазақ КСР ішкі істер министрлігінің үздік тергеуші атағына ие болады. Бұл марапат тергеу органдарының ең үздік қызметкерлеріне берілетін. Еңбегі мақтау қағаздарымен, медальдармен атап өтілген. 70 жылдардың соңында зейнетке шыққанымен құқық қорғау органдарындағы жұмысын жалғастыра берді. Анамыз бар еңбек жолын қиын да қадірлі мұғалімдікке арнатты. 7 сыныптан кейін Орал педагогикалық училищесіне түсіп, соғыс жылдарының ауырлығына қарамастан оқумен қатар жұмыс істеді. Ол Отан соғысындағы жан қиярлық еңбегі үшін еңбек ардагері медалімен марапатталған. 1944-1959 жылдары Каменка, Тайпақ, Шыңғырлау аудандарында мұғалім болып, Орал педагогикалық институтында сырттай оқиды. 1959-75 жылдары Орал қаласының нөмір 12, 14, 22 мектептерінде еңбек етеді. Мамандығын және оқушыларын шын жүректен сүйіп, үнемі кәсіби дамуға ұмтылды. Осы еңбек үшін бірнеше рет білім саласындағы грамоталармен және медальдармен марапатталған. 1975 жылы зейнетке шығады. Зейнетке шыққан соң анамыз бар уақытын немерелеріне арнап, оларға бүкіл махаббаты мен мейірімін төкті. Ол немерелері үшін дана да қамқор асыл әже болды. Қолында дәстүр, жүрегінде шексіз мейірім мен жылулық бар еді. Алланың қалауымен тағдыр жазуы солай болған шығар. Әкеміз, атамыз 55 жасында өмірден озды. Бірақ артында жарын сыйлаған, балаларына қамқор, немерелеріне мейірімін төккен асыл адам ретінде есте қалды. Ұрпағының көбін көрмесе де, жүрегінде иман, бойында адамгершілік пен адалдық болған жан ретінде бізге өшпес өнеге қалдырды. Анамыз, әжеміз соңғы күніне дейін отбасы құндылықтары мен дәстүрлеріне адал болды. Ол рухы мықты, жігерлі жан еді. Сонымен қатар мейірімді, қамқор, бәрінің құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленген бір әулеттің шамшырағы болды. Оның сөзі жұбататын, жанында болу жүрекке жылу беретін. Ана әженің жанында өзіңді сенімді, жайлы, жарық әлемде жүргендей сезінетінсің. Халық айтқандай, ақ жаулықты ана отбасының берекесі деп, сондай ана болды. Ол мейірімнің, бейбітшіліктің, отбасы бірлігінің символы, екі адамның әке ата мен өзінің орнының өмір сүріп, сүйе білді. Ана әжеміздің махаббаты үйге кірген әр жанды жылыта білді. Ол үшін бөтен адам болмайтын. Ешкім оның ыстық шайы мен жылы сөзі батасын алмай кетпейтін. Ол әкемізбен бірге мағыналды бақытты ғұмыр кешіп, балалары өсіп өнген қасиетті шаңырақтың шырақшысы болды. Сол үй тек баспана емес, ұрпаққа рух беретін, жылу мен тыныштық сыйлайтын киелі ордаға айналды. Бұл үй балалар үшін бесік, ересектер үшін демалыс пен қолдаудың айлағы болды. Осы жерде жаңа ұрпақ өсіп өніп, өз өмірін құрып, отбасын құрып, өз балалары мен немерелерін тәрбиеледі. Бірақ бәріміз үшін бұл үймен байланыс тірі, жүрекпен сезілетін. Ол осы шаңырақтың жүрегі болды.
мейірім мен жылылықты жоғалтпай, бәрімізге пана бола білді. Ана әже осы махаббат пен жылылықты ұрпағына мирас етті. Уақыт өтуде. Кейбір жақындарымыз қасымызда жоқ. Бірақ өмір жалғасуда. Және әр қайсымыздың жүрегімізде ата-анамыздың, аталарымыз бен әжелеріміздің отбасы құндылықтары, дәстүрлері мен махаббаты сақталған. Олардың бейнесі естеліктерімізде өмір сүріп, бізді жақсы істерге шабыттандырады. Күн өткен сайын олардың қамқорлығы мен рухани мұрасының құндылығын теңірек сезінеміз. Олар біздің жанымызды, іс-әрекетімізде, сөзімізде, отбасы басындағы жылылықта. Біз олардың махаббатын жүрегімізде сақтап, оны балаларымыз бен немерелерімізге жеткіземіз. Уақыт жылжып жатса да, біз олардың өнегесін, қамқорлығын, рух күшін өзімізбен бірге алып жүреміз. Олардың махаббаты біздің тірегіміз. Ал естелік өмірдегі жол көрсетуші шамшырағымыз. Біз ата-анамыздың жарқын бейнесін құрметпен, мақтанышпен еске аламыз. Олардың игі істері мен мейірімге толы келбеті жүрегімізде. Ең басты өсиеті бірлік, адалдық және бір-бірімізге тірек болу.